Ақтауда жан түршігерлік жағдай болды. Өскеменде тұрғындардың зәре құтын алған қылмыс ашылды. Елімізде тағы бір сарбаз көз жұмды. Түркістан облысында экстремистік ұйымның мүшелері ұсталды. Қарағанды облысының Костенко шахтасында жарылыс болып, 11 кенші қаза тапты. ArcelorMittal теміртау компаниясының баспасөз қызметі хабарлағандай, Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ. Алматы күзінің пәтерінде ана мен 3 бала жан ұшқан. Астана төрінде бір аруды өлтірді жұбайы қызғаныштан. Сезгенем ұрпақтан өскелең, қорқытты тағы да Өскемен. Бұлақ төбе, бабалар добы үшін қан төкті ме? Қостанай нәрсесін ұстамай, қор болды бүлдіршін қыз талай. Елін қорғаймын деп оралдан, тұңғышың табытпен оралған. Семейдің тағдыры өз алдына, қоқыстан нәресте төз алды ма? Шымқалат әлемнен айрылып, тәнінен бой берді көз алдыңда. Тарас қаласы, жазадан құтылды байдың баласы. Тра-та-та-та, тырпаншы атылды Павлодарда. Қорықпайды адам алладан да. Қарағанды, төтенше жер жұтты қанша адамды. Киелі қалам Түркістанда, талайлар лаңкестен арбаланды. Алтай, Атырау, Тарбағатай, Ақтау мен Өзен, алқабы бай. Көздігі бұзылды сансыз ниет, жет алмай жан берді қаншама бай. Тағы қылмыс, тағы да мыс, ел намысы деп жезқазған. Бүгінде біз талғардамыз, әке баласына жер қазған. Тік тұрар шаш жаңалықтан, түрлісін көріп маскараның. Құрметсіздік үлкенге танытқан, намысы жоқ жап-жас баланың. Мастанады, ластанады, қоғам орға бара жатыр. Білсе ғой шіркін қаранадан, қиямет сұрағы қалай жақын. Неге қатыгездік басым алды, қалай сонда қызыл жүйе шашал десе басын алды. Бала белде, қатын жолда, отбасылық құндылық жайында қалды. Қара бетке бәрі бір болды, ұрып соғады тіпті кемпірмен шалды. Не болды халқым, не болды жалпы, мейірім өлшемі төмендеп балдан. Кемеден балға шет жақтан келіп, қалада қуып ат басын жіберіп. Түзе ойды, кезіп келесің терең құз бойын. Қауіпті ойын, қауіпті хәл, қара бояу ақты жабар. Бүгінге айтарымыз осы, жағымды жаңалықтармен жүздесейік.